1800-ден бастап Европада кедейлерді де жаппай оқытады да, әріп таныта бастайды. Оған дейін Байшонжардың баласы ғана оқыды, солар ғана әріп таныды. Одан кейін бір сондай гуманизм жүрді, кедейдің де балдары оқыды, жақсы сияқты көрінді. Бір 10 жылдан кейін не көрді? Дворецтердің сыртына, қабырғалардың сыртына Карл жынды, Людольф жынды деген сияқты сөздерді жазып тастады. Қарапайым халық, бұқара өзінің жазу қабілетін, потенциалын жаңағыдай біреуді жамандауға, айбаққа, агрессияға арнап жіберді да. Осы кезде әлеуметтанушылардың арасында мынандай әңгіме көтерілді. Біз осы қара бұқараны бекерге оқыттық па? Бәлкім тоқтату керек шығар деп. Дәл қазір әлеуметтік желіге байланысты да осындай мәселе болып тұрды. Я интернетті арзан қылдық, әлеуметтік желілердің бәрі ашық. Жаңағыдай Людольф жынды деген сияқты айбақтар енді әлеуметтік желілерге жазылып жатыр. Бірақ қайтадан 19 ғасырға келеміз. Европалықтар оқуды тоқтатып қойған жоқ қой. Тоқтамайтын процесс. Олар не істеді? Олар газет дегенді шығарды да. Оқи алатын, жаза алатын потенциалын айбақ-сайбаққа, агрессияға жұмсамасын, одан да міне деп мемлекет газеттерді шығарып жүрді. Газет деген сөз итальян тілінде бір тиын деген мағына береді, қателеспесем. Өте арзанға шығарып жүрді да, әлеуметтік желідегі агрессияны басу үшін, болмаса жақсылыққа бұру үшін осындай дүниелер керек. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.